баланың кіндігі оралып қалған мойнына, немесе суың жасыл деп жатады. Ондай кезде әйелге КТГ аппаратын тағып қояды. Кейде үздіксіз бүкіл сіздің мына толғақ периодыңызда КТГ қосылып тұру мүмкін. Бірақ қыздар, егер де сізде толғақ кезінде КТГ тұрса, ол міндетті түрде сіз үздіксіз төсектің үстінде жату шарт емес. Байқасаңыздар, КТГ-ның шнуры ұзын болады. Яғни сіз КТГ-ні тағып алып, фитболдың үстінде отырсаңыз да болады, жүрсеңіз де болады, басқа да өзіңізге ыңғайлы поза қабылдасаңыздар болады. Әрине кейде болады, мысалға сіз отырғанда немесе жүргенде КТГ-ның жаңағы датчиктары дейміз, баланың жүрегін дұрыс фиксация жасай алмай, баланың дұрыс жүрек қағысы естілмей, мысалға медперсонал, акушерка, гинеколог сізге төсекке жат, сол қапталыңа жат, сол кезде жақсы баланың жүрек қағысы тіркеліп жатыр деп айтуы мүмкін. Ондай кезде әрине амал жоқ, сіз былай да көрдіңіз, бірақ болмай жатыр, сізге төсектің үстінде жату керек. Егер де сондай жағдай болса, әрине, мысалға жарты сағат КТГ жазды ма, одан кейін акушеркаға, гинекологқа мен тұрсам бола ма, мен жүрсем бола ма деп өзіңіз коммуникация құрып, сұрап, сөйлесіп, өзіңіз сұрап алыңыздар.